қой шығара салғарин сол бір күндер. Аудиокітап нұсқасы. Қарасудың шығысындағы кемердегі кең тақырда ауылдың бір топ қара домалақ балалары асықпен арпалысып жатыр. Олар үшінде маңдайда мәңгірген мына аждаһастық әлдеқашан зәрінен айырылып кесіртке күйге түскен. Балалық құмарлықтың құрбанындағы болған аптаптың бар шамасы күнге әбден күйіп, көсеу қара түрге енген асықшылардың танауларын тершітіп, үстеріне ілген лапаларының өңін өзгертуге ғана келген сияқты. Қысқасы дәл қазір шыр асық ойынның бір түрі. Бұл ойынға қанша бала болса да қатыса береді. Шын қызығына берген балалардың тоқтатар күші бұл маңда жоқ-тым. Ұтыстың ұрта-жық ұрт мінезі сәби жүректене өз әмірін жүргізіп, әр тілектің өз уысым, өз ышқырлығым асыққа толса екен деген тойымсыз ашкөздікке тіленген. Мүжік кене үшін мұрын бұзылса, бұратты істің қандай? 30 ойыншылардың 30 жауынгерлері дерсін, қайтымсыз, қатыгез, қам болуға бар, қайғыласуға жоқ, жеңбей тынбайды, жеңілмей қоймайды. Қазіргі тақырдағы тартыста біраздан кейін осы заңдылықпен анада ауданнан көшіп келген Қанипа деген әйелдің баласы ұзын сираға өзін-өзі қатардан елесе кетіп көрсететін қалқан құлақ Қайырғалидың ұтуымен аяқталды. Ауыл балаларының бар асығын Қайырғалидың ышқырлығына сүңгіп жоқ болды-ау, жоқ, мен мұндамын дегендей шұрыштанған ышқырлықтан буылтықтана көрініп жүрген сайын ынтығыңды арттырып сылдыр-сылдыр етеді. Күнін күйдіріп түтіккен өңін жеңіс шапағатымен алабұртқан Қайырғали жұқа ұрынып, ауқатты ағайыны тәуелді болып қалған жарлы-жағабайлардың көз сатқан маңайындағыларға үстем қарайды. Қапалыста ұтылып өкініштің ащы өксігін үшін жалаған кейбіреуі қап тоқтай тұр бәлем, ертең көрермін сені деген тәтті үмітпен талмап еміне жұтынып қояды. Сақамды кенеге тігем, кел ойнайық деп. Дембелше келген жалпақ танау қара бала жүрелей отырып қалып, шыр шеңбердің ортасын шұқыды. Бұл кәне асығыңды тік дегені. Ұтылыс намысы түтіккен өңін жанықтырып жіберген. Бір кекілі өсіп келе жатқан қысқа шаштар арасынан жылт-жылт етіп тер моншақтарынан көрінеді. Жалпақ танауының жербезегі делдие көтеріліп, ызалы көзі жалт-жұлт етеді. Жоқ, бір асыққа екі асық беріп ойнамаймын, деді анау жеңімпаз үнімен кәуділгі үлкендірек тәкаппарлық бейне танытып. Бірге бір болса, сөз басқа. Өй, бұл сақа ғой, деп жалпақ танау қара дау айтып еді, Қайырғали міз бақпады. Өйдайт деген-ау, ол сақа болса, саған сақа, маған сақа емес қой. Сенің сақаңның маған керегі қанша? Ұтпаған сақа айта бересің, кенеден де төмен. Қайырғалидың мына сөзі қара баланың жанына батып, ызасын кетірді. Бірақ ештеме демеді. Қазіргі жеңімпаз сол, мына балалар да соның жағында. Көңіл түссе біреуіне бір ұтысқа түсуге жарақ асық беруі мүмкін ғой. Қонақ қойдың оңқай асығын ішіне таңдап алып, қорғасын қойып қызылға бояған ауыл ақсақасын бір мүжік кенеге айбастап қорғылысы келмеген жалпақ танау қара балада енді бір асық болса ұтар едім деген құмарлықтың алдамшы үмітіне тойтарыс беріп тез айналды. Қамқор, қашты ғой қане. Басқа ойнайтындарың бар ма? Жаңа қамқор атанған жалпақ танаудың қарадан күдер үзген Қайырғалидың оны соңғы рет бір қайырып тастап, енді маңайындағылар мазалай бастады. Жүзінде, кәне, шығыңдар деген сақаларында ұтып алып, ақсира қылайын деген сенімді үстемдік бар. Баспа-бас айырбасқа ешкімде келісе қоймады. Кейбіреулеріне Қайырғалиға тура қарауға батылы бармағандай ұнжырғалары түсіп, көздерімен жер шұқи бастапты. Әй, мен ыстықтап кеттім, деді бір бала аңызақ аптабын жаңа ғана сезгендей. Әйда, суға түсейік, әйда, кеттік, жалақ ойнайық. Топ бала қарасуға қарай лап етіп қойды. Жарыса жүгіріп келе жатқан бойлар үстіндегі бар-жоқты киімдерін шешіп үлгеріп, қарасудың жар қақпақшасының жеткен беттерінде тершіген жондарын күн шұқылысып, суға лек-легімен бір ырғыды. Ышқырлағындағы асықтарын еппен алып, көйлегіне орап, шашылған өңкей жейде дамбалдарын оқшаулап қойып, барып Қайырғали су тым кежелеп түсті. Бұл кезде жалақ ойында қызып кеткен еді. Жаз болса, суға түсіп жалақ ойнап үйренген ауыл балаларының кез келген бұл жағынан Қайырғалидың басым екенін танытты. Әрі-беріден соң ойындарды қойып, Қайырғалиды мазақтауға көшті. Асықтан ұтылған нөшерін осы арада бір алып қалмақ ойлары байқалды. Өзін-өзі батырмай шамалы жерден еркін жүзіп өткірлігі бар. Қайырғали бұл өнері қазір кәдеге аспай қалған болатын. Мыналардың кез келген көз бояу үшін алыстан сүңгіп келіп тұртып не жанын батырып нұқып кетеді. Кейбір аусалары ұстап алып суға батырып та шығарады. Осындай бір ожар қимылдан су жұтып шашалып қалған Қайырғали жағаға зорға жетті. Осыны күткендей басқа балалар да судан шықты. Бәрі түк көрмегенде жағада қаз отының үстінде аунай-аунай кетті. Әлде қалай бір-біріне жанары ұшырасып қалса, бәлемді қатырдық-ау дегендей жымыңдасып ітседі. Қайырғали не істерін кімге тиісерін білмей, манағыдай емес жүні жығылып, киімнің жанына барып, жер бауырлай жата кетті. Топ баланың ортасында өзін жалғыз сезінгендей айқастыра отырған білектерінің үстіне басып салып, үнсіз мұңайып жатыр. Торғайдағы өзінің бірге өскен жолдастарын ойлады. Олар болса бүйтер ме еді? Осылай ой құшағына біраз жатты да біраз ойына әлдене түскендей ұшып тұра келді.
әй, осылай жата бересіңдер ме? Келіңдер, ең болмаса күресейік, кәне, кім менімен күреседі? Қайырғалидың сөзі балаларды елең еткізді. Бәрі де қарап қалыпты. Ана болса осы ойдың келгеніне мәз. Жаңағы әзірей күрт құлдырап кеткен беделін енді қайтарып алмақ. Мына бәлекетті қаралардың қайсын-қайсында кезек-кезек бүктеріне сүйенді. Торғайды жүгенде талай күресіп жеңіске жеткен. Кел, күресейік деді. Манаға сақасын екі кенеге тікпек болған жалпақ танау қара бала жер бауырлап жатқан жерінен түрекелді. Ол бүкіл торғай өңіріне белгілі палуан Қайыптың баласы. Өз қатары түгілі қазір жұмысқа жарап шөп шабуға қатысып жүрген ересек балалардың біразын жауынан жер қатыстырып жүрген балалардың бірі болады. Кел, күресейік деді. Жалтақтамай келсе кеткен содан. Екі бала ұстаса кетті. Екеуі де салынған ұмар-жұмар шапата қимылмен күрестен гөрі әлі алысқа ұқсайды. Әкті палуандаша бір-бірінің шабына тіреп тұрып алды. Кәдімгі арам күрес. Бірден-бір әдіс байқасты, бірақ нәтижесіз болды. Екеуінің ұзақ жүрісі күрес қызығын көргісі келгендерді жалықтыра бастады. Сол-ақ екен, оларды да өз тараптарынан қарап қалмай көтермелеуге көшті. Ау, осылай жүре бересіңдер ме? Ал қане қимылдаңдар, үйіріп соқ, іштен сал, сабыра қақ, жамбасқа сал. Қоршап алып айқайға басқан балаларды кімді қостап, кімге ақыл салып жатқаны да белгісіз. Әйтеуір күрес жарысты. Осы деген айқай, қыздырма шуылды естігенмен күресуші екеу бірін-бірін аңдысып аңдап тіресуден танған жоқ. Қайсының да оңай берілер қояр жау емес екенін салғанын-ақ сезген жайлары бар. Екеуі де мейлінше шақ жүр. Енді бір сәтте қамқор Қайырғалидың солға қарай оқушылық ұйтardап, сол аяғының бас башпайымен тобықтан қағып қалып қалбақтай ұшырды. Қалай болған Қайырғали да, сырттан қызықтап аңдап тұрған балалар да аңғармай қалды. Қайырғали қып-қызыл болып кетті. Қамқордың ышқырлығына қол босатпаған күйі қапы кетіндеп жармаса түрегелді. Өзіне сенді ме, әлі жастайына құлақ сіңді болып қалған күрес заңын сақтады ма? Қамқор жалпақ танаудың жербесін делдей бентіге баспаған күй. Қапың болса қайтып келеді. Екеу қайта ұстасты. Енді сойқан басылды дегенде күрескерлердің шебер жасай қорғаған балалары бірі-бірін итермелей еміне түсті. Бірақ бұл жол күрес ұзаққа созылмады. Қамқор манағы қимылын енді оң жаққа қайталап, әкесінің сүрей салма атты сұлама әдісімен қайыра топ еткізді. Төгіп кеткен Қайырғали бұл жолы қапы сұрамады. Күшінің басын бола тұрып екі рет құлау ұятты немен намыстың алқымына тіреліп, ыза жасы көз шарасын асып төгілуге шақ тұр. Әйда, төбелесейік деді Қайырғали сәлден соң бұлқына қаптыға сөйлеп. Жоқ, төбелеспеймін деді Қамқор алқына дем алып. Неге, қорқасың ба? Жоқ, көкем көршінің баласымен төбелеспе деген. Я, деген сенің көкең қорқақ. Сен де қорқақсың. Сосын төбелеспейсің. Өтірік айтасың. Менің көкем ешкімнен де қорықпайды. Мен де қорықпаймын, бірақ төбелеспеймін. Қорқақ. Сенің көкең де қорқақ. Сен де қорқақ. Қорқақ болмасаң басқа балалардың әкесі соғысқа кеткенде сенің көкең неге бармай ауылда жүр? Айтшы қане. Сен де қорқақсың ғой. Қайырғайдың аузын ыржаңдата мазақтай сұрады. Сосын өйткені қорқақ. Соғысқа қорқақтар бара алмайды, білдің бе? Деп өз сұрағына өзі жауап берді. Қамқор үндемей қалды. Расында да солай болғаны ма? Ананда көкесінің апасына сан рет майданға сұрандым. Райком жібермеді. Қатарымның бәрі қорғауға кеткенде көзге шыққан сүйелі ауылда жалғыз жүрім жаныма батты деп айтқанын естіген. Бірақ оны айтқанымен мыңына пәле сенер ме екен? Басқалардың әкесі райком неге жіберді десе дер. Қап-мына қорлықтай. Қамқор тазалар ені тістеп ақтаушы реніш іздегендей жан-жағына көз тастады. Маңайындағылардың бәрі, я, сенің көкең қорқақ, сен не қорқақсың табалап тұрғандай көрінді оған. Жанына жақсы көретін көкесін қорқақ деген қорлықтан құтқару үшін Қамқор не болса да әзірлейді. Тек не істерін білмеді. Бар болғаны. Сен өзің қорқақсың, білдің бе? Деді тістене сөйлеп. Білдің бе, сен өзің қорқақсың. Қорқақ адам кісіге жалап жапқыш. Көкем солай деген, білдің бе? Сен жала жауып тұрсың, өзің қорқақсың, білдің бе? Енді бірдеме болса ызадан жылап жібергелі тұр. Бірақ Қайырғалидың онда жұмысы да болған жоқ. Жаңағы жеңілсін қайырым қайтарар сәттің туғанын сезіп, оны пайдаланып қалуға асыққандай болды. Мә саған қорқақ деп Қамқорды салып жіберді. Ауыр соққы аңдаусыз тұрған Қамқордың мұрнына тиді. Кеңірдегі удай ашып көзінен жас ыршып кетті. Мұрны қос-қолдай басып тұрып қалды. Сәлден соң көзі ашылған бұлақ суындай еліне қарай жосылған қызыл қанды білегімен бір сыпырып тастады. Оңбаған деді тістене. Сөйтті де, қалай екен дегенде өзіне зілдеп қарап тұрған Қайырғайды бас салды. Ұмар-жұмар тобыр-тобыр айқас. Бірақ сырттан қарағанда жаңағы төбелестен гөрі алысқа ұқсайды. Бірін-бірі мүмкіндігі келгенде түйгіштей болды. Қамқордың мұрнының қаны Қайырғайдың үстінен қызала қылған. Балалар істің назарға шауып бара жатқанын көріп арша ұмтылды. Дүлей ыза бойын булап, ақылын алып, кесірі күйге түскен Қамқор болса ештеңені тыңдар емес. Қайырғайды қайта батырды. Балалар Қайырғайды зорға құтқарды. Қамқор көкесін кереметтей жақсы көретін, тіпті сағат сайын құлындып ас үстіне түсіп жылы жұмсаған аузына тосып отыратын апасын да теңгермейтін оған.
оның неліктен олай екенін өзі де біле бермейтін. Екеуі де ұрып не ұрсып көрген емес. Бәлкім бұл кейінгі туған екі баланың тұрмай өзінің бір үйде жалғыз болғандығынан шығар. Әйтеуір қалай болғанда да бар еркелету мен жақсы көру, жұмыстан қолы бос кезінде демалып жатып, өзінің қасына шақырып алып, мейірлене бауырына қысып, арқасынан қағып, емірене маңдайынан иіскеумен ғана тынатын тұйық мінез әке беделі өзіне күніне жүз айналып толғаны бәйек болған анасынан да үстем екенін сезетін. Сондықтан болар, қамқор сөз тарапынан көкесін ренжітер ештеме болмауын жанына салатын. Ол жұмсаса қандай жағдай болса да ұшып тұрады. Бұл әдет өзі ес біліп көкесін шын жақсы көрген дәстүр болып қалыптасқан-ды. Міне сол дәстүр бүгін аяқ астынан бұзылды. Көкесін ренжітіп алды. Төбелес болған күннің ертесіне әкесі қамқорды шақыртып алып неге төбелескен сұрады. Әй, көкесі адам ғой, қанша ашуланып тұрса да жұрттың әкелгеніндей ақырып жегірген, не ұстап төмпештей бастаған да жоқ. Баппен неге бұлай болғанын түсіндіруін сұрап отыр. Дегенмен қамқордың көкесін өзіне бұлай ашуланған тұңғыш көруі тым суық. Шамасы біреу дұрыстап жеткізген болу керек. Бұрын таяқ жеп ләззат болмағаннан ба, қамқор оны онша қысыла қоймады. Тек көкесін ренжітіп алғанына өкінді. Болған жайды түк қалдырмай қас қалпында түгел айтып берді. Сені қорқақ, әскерден қашып жүр деген соң шыдай алмадым. Әрі өзі бірінші қол жұмсады деген соң естіген әкесі ауру жеңінен аңдаусыз әлдекім ұстап алғандай кіржің етіп қабағын түйіп алды. Өңі күреңітіп ештеме дым демей отырып қалды. Солай деді көкесі біраздан соң. Дегенмен төбелескенің дұрыс болмаған. Енді өйтіп болма, жарай ма? Енді ешқашан төбелеспеймін. Бұдан кейін екеуі де үнсіз отырды. Көке, әлгі Райконың басқалар жіберіп, сені неге жібермейді әскерге деді қамқор сәлден соң кешегі су басына ойына оралып, жауапсыз қалған сауалды еске алып. Бұл не ұлым, сен де маған сенбегенің бе? Қамқор көкесінің қарсы сауалынан қысылып қалды. Жоқ, ол көкесін ешқашан қорқақ санаған емес. Мұны сұрағанында өзі тосылған жайға жауап алмақ еді. Қап, көрдің бе, бәрінің керісінше шыққаны. Қамқор ақталып бақты, бірақ көкесін жібіте алмады. Қамқоржан-ай, әлі ештеңе түсінбейсің ғой, баласың ғой, деді. Сәл отырды да сол түйілген қалпы сыртқа шығып кетті. Қамқор кешке жұмысынан соң көкесінің ауданға кеткенін естіді. Онда ол неге екенін іштей сезе қойды. Сөз жоқ, әлгі Райкомнан сұраңдар, шіркін-ай, ұлықсат беріп жіберсе ғой, көкесі майданға барып ботар болса ғой, көрер еді, сонда кешегілердің әуселесін. Тек мына Райкомнан жіберсе екен деп тілеп отырды. Қамқор та соғыс дегеннің жаман екенін біліп, анада соғыс туралы айтқан алғашқы хабарды естігенде Айдардың атасын сұрап білген. Ой, шырақтарым-ай, оны несіне сұрайсыңдар? Соғыс деген төбелес қой, бірақ бұл адам өлтіретін төбелес деп реніш білдірді. Ал ондай төбелесте бүкіл бір ауданның палуандан жыға алмаған көкесінің әлгі немістеріне жеңе алмасын аян. Олай келген, олай бұлай келгеннен олай атар еді-ау деді бәлемдердің. Тек жіберсе екен, тіпті анада сойға әкелген қара қойын әлі келмей айырып қалатын әлгі Жорабектің әкесі де немісті жеңемін деп әскерге кетті емес пе? Оның жанында біздің көкемдер. Тек жіберсе екен. Көкесін әскерге жіберсе екен деген тілеумен жатып, қамқор қалай ұйықтап кеткенін білген жоқ. Содан тек сәскеде ғана көкелеген өз даусына ойнап кетті. Жалма-жан алпақтай жан-жақта көз жүгіртті. Өз үйінде жатыр екен, ешкім жоқ. Көтерілген күннің көзінен сәулеті туарлық тесіктерін шаншып қойылып, үй ішіне зерлі ленталарда айқұс-шұйқыс кетіп тастаған тәрізденді. Киіз үйдің көлеңке жақ деңгейде жанға рахат қоңыр салма деседі. Қамқор сыртта үй көлеңкесінде апасына бірдеме істеп отырғанын аңғарды. Шамасы құрт жайғалы жатса керек. Ол осына өзіне үйреншікті суреттерге көз қандырғанда барып, әлгі көргендердің бәрі түс екенін білді. Қамқор төсегіне шалқалай жатып, түсінде көргендерін есіне түсіре бастады. Түсінде көкесі соғысқа барып, әлгі өздеріне тақпақ қылып айтатын Шапайдай батыр болыпты. Сол көкесінің батыр болғаны үшін ауыл той жасаған екен дейді. Ауылдың бүкіл баласы өзін қоршап алып, кешір қамқор, мен ақымақ болыппын. Сенің көкеңдей сен де қорқақ емессіңдер. Ендігері ешқашан өйтпеймін. Мен білмей айтыппын. Кешір деп жалынады Қайырғали. Өзінің екі көзі жасаурап кетіпті. Мойнын салбыратып аяғымен жер шұқи берді. Кешір қамқор, оның ақымақтығын деп шулайды балалар. Керек пе? Барлық асқына кеп берсін. Ол білмеді ғой, және енді айтпайды. Жә, дейді қамқор оң қолын жоғалы көтеріп. Бұл көкесіне ұқсағаны. Асығының керегі жоқ сендер үшін. Кешірдім сендерді, бірақ екінші қайтып білмейтін нәрсені білем деп айтпаңдар. Білемін деген өтірік ол. Біреуді алда, ол ақымақтың барып тұрған жері. Бұл да көкесінің сөзі. Айтпаймын енді, Құдай біледі, айтпаймын дейді. Қайырғали танауын қайта-қайта тартқылап. Шіркін-ай, біздің көкеміз неге батыр болмады екен дейді балалар. Пәлі, олар мен көкемдей палуан ба екен? Батыр үшін алдымен күшті болу керек, қайратты болу керек деп ойлады. Осы кезде балалар шу ете қалды. Көкең келе жатыр, әне көкең келе жатыр.
Қамқор балалар көрсеткен жаққа қарады. Ақ тікеннің биік қарына бір топ салт аттылар шауып келеді. Алдында ақ боз атқа мінген көкесі. Кең қара шабаны аттың сауырына жапқан. Оң қолында күнмен шағылысқан аппақ жалаңаш қылыш келмеген сайын жарқ-жұрқ етеді. Көкем өзінің шапайдай айнымайды екен ғой, қалай батыр болмасын деп ойлады. Салт аттылар тақап келеді. Қамқор тұра жүгірді. Балалар да лап қойды. Бірақ біреуі де қамқорға жете алатын емес. Міне, қазір көкесін көрді, сосын алдына мінгізеді. Көкесінің қылышын алып, бұлар да олай-бұлай сілтейді. Ой, қандай рахат! Жолдастарының бәрі бұған қызыға қарайды. Қап, әне бір қара аттының арқаға түсуін қарашы. Көрсетпейтін болды-ау көкеме. Мені көрмей тұрып өтер ме екен? Көке, көке, көке деймін, мен мұндамын, көке, көке. Қамқор түсті, ләззат алмап біраз жатты. Үйге апасы кірді. Көкесін сұрап еді, ауданы түн ортасында келгенін, таңертең ертемен шөп шауға жатқанын, шөп шауға кеткендерін айтты. Әскерге баратын болып па деп сұрайын деп еді, апасының қаймықты. Апасы көкесінің соғысқа баруына қарсы, ейле болғанын тілейді. Анада осы жайлы айтамын деп бәлеге қалғаны бар. Жетісерсің көкең кетсе көрмегір. Аяқ атынан шу шақырып тұра ұмтылған. Әйтеуір есік жаққа отырған абырой болып қашып құтылған едім. Шөпке кеткені бармайтын болғаны ғой әскерге. Әлгі райком жібермеген ғой, деп ойлады. Апасы берген айранды ішіп болып тысқа шығып кетті. Көкесінің кетпейтін болғанына ренжіген Қамқор осыдан апта өтпей-ақ жан теңгеміз жақынына көкесінің бір жола өмірлік қоштасатынын білген жоқ. Бәрі де аяқ астынан болды. Қамқор деймін, қайдасың? Көкең әскерге кетейін деп жатыр, сені жұрттың бәрі іздеп жүр, тез келсін дейді. Соқ өтірікті, қой бауырым, оңай алданатын мен емес. Көкем соғысқа бармайды, оны райком жібермейді. Манамен ұйықтап жатқанда күндегісіне жұмысқа кеткен деп ойлады өзімен өзі ойнап жүрген Фазылдың даусын естіген Қамқор. Онан да құлдықты қойып іздеп тап. Не жеңілдім деп мойында. Ол тынысын тарылтқан белтең қуысын кеңірек түсейін дегенде екі қолын жерге тіреп, қорданы қос жауырынмен шірене көтерді. Бірақ пәлен жыл бойы басылып қаптаған белете қордасы қозғалмады. Ол бұл орынға бәлтенің түбіндегі ит қазған үңгірге мана ауылдың балаларына асықтан кейін құмар ойынды тығылмақ басталғанда да келіп жайғасқан болатын. Қамқол бір орынды кеше дайындаған. Алдын ала әзірлеген бос қорда үңгірдің аузын іштен тез бітіп алуға мүмкіндік туғызды. Балалардың көзіне теса етіп мұның құпиясын сақтап тұрғанда сол қора. Жаңағы дауыс қайта шықты. Қамқор деймін, енді шықшы, сені іздеп жатыр, Құдай біледі, шын айтам, білнә. Қамқор бұған сенбеді. Қой, мұндай емес шығар. Бәрін қарадық қой. Жерге кіріп кетпесе деді манадан жыларман болып Қамқорға жалынып тұрған Фазылдың қасындағы шорт желке жалпақ бет ересек бала. Бұл Шарапхан. Оның даусын Қамқор бірден таныды. Ол жұмыста еді ғой, бұл не қылып жүр? Мынаның айтып тұрғаны рас болып жүрмесін деп ойлады Қамқор. Сонда да сыр бермей құлағын сыртқа тұрды. Жоқ, осы араға келген өзім көрдім. Ол ешқайда кеткен жоқ. Енді қайда, ұшып кетті ме? Шарапханның үнінен кейін түсінік білді. Қамқор деймін, шықшы енді, шын айтам, Ленинский, Сталинский, шын айтам. Бұл ауыл балалар үшін соңғы сөз. Бұл сөздің артында ешқандай жалғандық болған емес. Қамқордың шындыққа көзі жетті. Үңгір аузын бітірген соң қорданы ысылдай қазып, тап пен Фазылдың Шарапханның тұрған белденнің астына жер бауырлап шыға келді. Өзі сүмектей болған, бұйра кегірдің арасына сіңген және терлеген беті мен мойнына жабысқан қорда үгінсі ұсқынын алып кеткен. Егер мынау екеуі осы білетіннің бір жағынан Қамқорды шығатынын біліп күтіп тұрмай, ойда жоқта кездессе, естерінен танардай бір қорыққаны даусыз болатын еді. Өй, өзің жынды екенсің ғой, деді Шарапхан Қамқордың басынан аяғына шейін бір шолып шыққаннан кейін. Бірақ Қамқор оның бұл сөзінен, оның мына күйіне ренжігеніне, манадан әуре қылған шықпағанына дейін түсіне алмады. Тек жаңағы айтқандың рас па дегенде екеуіне жалтақтап қарай берді. Көкең кетейін деп жатыр ғой, деді Фазыл осыны сезгендей. Қайып ағай шақырып кел деген соң сені ізде қойып едім. Адамды босқа шаршаттың ғой өзің. Бол енді ұш үйіңе. Қайып ағай әскерге жүргелі жатыр. Қамқол әлі де болса алдап шығарды ма деп тұрған. Рас болды, жібергені ғой деп ойлады. Үсті басын қағынып үйіне қарай жүгірді. Ауылдың бар адамдары өз үйіне жиналыпты. Орталарына көкесі бір өзі түрлі көңілді. Қара тентек-ау, қайда жүрсің? Бер кел. Деп көрген сәтте өзіне шақырып алып әдеттегенше бауырына қысып маңдайына иіскеді. Таза күнсіп кетіпсің ғой, осынша жүре беремісің далада, деді. Сосын кейін даусында Қамқорға бұрын байқалмаған сондай бір жылылық сезілді және жанашырлық бар еді. Ауыл әйелдері арасынан Қамқор апасын көрді. Армансыз жылағанда көзі қызарып кетті. Әй, апамның өстетін-ай, несіне жылайды екен? Келмей ме? Ертең-ақ көкем батыр болып кішкентай бала құсап соғанда жылағаны нес? Ағайындар, туғандар, енді қоштасайық, ауданға сағат 4-тен қалмай жетсін деген екен. Ал жақсы бауырлар,
көріскенде күн жақсы болғай. Тек бір айтарым, артымда жалғыз баламен әйелім қалып барады. Соларда өздеріңе аманат. Жаман айтпай жақсы тоқ дегендей, бұлай болып кетсем, жетім-жесірлік көрсетпеңдер, бауырларың алыңдар. Кейбіреулердің көз түрткі болып жүрмесін. Қамбар көкесінің осы сөзін мына тұрғандардың көңілін алай-түлей еткенін аңғарды. Шырағым-ау, бұл не дегенің? Сен бүкіл бір ауылдың қайыбы емес пе едің? Атаңның жастай жетем қалған, қолымызда өсіп бос тұрған бәріміздің баламыздай болдың емес пе? Сенің отбасыңды өз ошағымыздай көруші ек қой. Оларда жоқшылық, кемшілік көреді екен деп ойлама. Мына ақ басты ағаларың біз тұрғанда деді. Тек өздерің аман болыңдар, оралыңдар, айналайындар. Сендерге сәттілік, деді қарттар жағы. Құдай оң сапарын берсін. Әйелді жағы өзеттерінен баспаналарын тартқыштай бастады. Абаза дауыс шығара жылай келіп көкесіне бассалды. Әй көкей, ауылдағы бізді қай құдай алады екен деп әлгі сөзді айтып едің деп ойлады Қамқор көкесіне жаудырай қарап. Дәл осы кезде оның ойына түсінгені көкесі әлгі әзірден босаған сәттен тез ширығып алды. Ау, бұлар не? Қойыңдар, жыламаңдар. Әлі көресіңдер, бәрі де бір күндегідей болмайды. Жауды жеңіп жайраңдап ораламыз ғой бәріміз де. Бұрын да айтушы едім ғой, тылдағы әрбір еселік еңбек жауға да бір соққы деп. Сол сіздер секілді тағайлардың жұмылына істеген еңбекті бізге жеңіс күнінде кездесе түседі. Тағайланбай, қиналмай, қайта жұрағаттанып жұмыс істеңдер. Біз жеңіспен ораламыз, бізді жеңіспен күтіңдер. Әмин, айтқаның келсін, періште құлағың шалсын, рәйім дұшпан итін сағынсынсың. Ол күн тезірек болса екен. Ой дүние-ай, сол күнді көрер ме екенбіз? Ауыл адамдары әрқайсысы өз тілеген, өз лебіздерін білдіруге асыққандай дабырласып кетті. Көкесінің жеңіспен ораламыз деген сөз қуат берді ме? Әйелдер жағала шырланған көзден жаулықтарын ұшымен сүртіп тыйыла бастады. Тек апасы басылар емес. Қазір айылса біржола көз жазып қалардай көкесінің қасында бір елі қаралы түрі жоқ. Көкесі жұртпан қайта қоштасты. Қайыпты бүкіл ауыл болып шығарып салды. Ал бота сүйінді, балалықты қой, ақылды бол, бір үйдің бел көтерер азаматы өзіңсің. Есен жолдың шаңырағын енді иесі де меңгергенше өзіңсің. Апаңды ренжітпе, қол қанат бол, деді көкесі аттанар алдына Қамқорды бауырына басып. Тұңғыш рет көзінен, маңдайынан, бетінен, құшырлана сүйген қайта-қайта сүйді. Қамқор көкесінің өңі өзгеріп кеткенін байқады, бірақ ол осынысы жасырғысы келгендей жүзін тез аударып әкетті. Қамқордың да алқымына әлдене тығылып, көзіне жас үйірілді. Көкесінен айырылғысы келмеді. Кетпесең, мені тастамасай дегісі келді. Көкесіне жапырасып айырмай жүрген апасы әйелдер ажыратып ұстап алды. Көкесі ақсақалдар қоршауында барып атқа қонды. Әне, өзін іздеді. Көрді. Ашық көйлек қолын көтерді. Қош бол дегені. Қамқор да қолын бұлғады. Ал бауырлар, қайыр, жеңіспен табысайық. Жортқанда жолың, дұшпаныңды табыныңа салып қайт. Көкесі ат басын бұрды. Қамқор айнала берген оның көзінің шарасынан лықсып төгілген жас тамшыларын көрді. Шелектеген лық толы судың оқыс шайқалыстан соң осылай лықсып төгілген сан көрген еді Қамқор. Әлде көкесі де белгісіз бір күш шайқап жіберді ме екен? Ау, не болса да жыламаушы еді ғой, бұнысы несі? Қайықтар жүріп кетті. Қасында өз ауданынан шығарып салу үшін бірге аттанған екі қарт бар. Қамқор өзінде жылап тұрған жаңа сезді. Уақыт зырлап өтіп жатты. Көкесінің батыр болғандығы туралы хабарды жеткізеді. Әр таңда асыға қарсы алды. Әр күнді үмітпен батырды Қамқор. Бірақ қас қылғандай сүйінші сұрап ауылды тірліктер қуаныш хабар келмеді. Тек кешеулей берді. Араға бірнеше ай өткен соң көкесінің қайда қалай барғаны, оқуда болған мәлімдер тек тектесіне хатта келіп түсті. Тек соңғы хат үміт отын май қойғандай еді. Амал не? Одан кейін де біраз күн өтті. Онда көкесінің таяу уақытта майданға енетіндігі айтылды. Азаматтары да майданға кеткен ауылдың қоңыр тірлігі өз арасында бір қалыпта жылжып жатты. Жігіттердің жоқтығы аяқ басын сайын білініп, көңілге қаяу тұрды. Осыдан болу керек. Соңғы кездері үлкендер жағы жиі көздерін жасқа шалынып қалатындар шығарды. Бұрын жем-шөп дайындау кезінде аяқталуға тақап қалатын. Қазір еркескендей науқан соңы көрінер емес. Ауылдағы жұмысқа жарар жанның бәрі тайлы-тұйығы қалмастан шабындыққа шыққан. Көкесінің кеткен апта өтпей-ақ ертең майданға оралғанда өзінің жақсы ісімен қуаныштысы, әрі өзінің ержетіп болғандығын, жігіт болғандығын, өзіне тартқан еңбекқор екенін танытқысы келген. Қайырғалидың етіп шөпшілерге жұмысқа барған. Қайырғали мен көкесі кететін күні-ақ табысып кеткен еді. Қазір екеуі де бірін-бірін жеңіп тырысады. Екеуі де мала басы мінейді. Қамқордың апасы мала басады. Алғашқы күндер Қамқордың жанына ошаққа бата қойған. Шолғылда тасталған арқандай созылып шыбындықтың оң шетіне ол отырып, бұл шетіне жалғап жатқан дауыл күнгі көл бетін толқындай жалаш су шабындығының ірі тестілерін бойына қуалап, төрт өгізді бірдей жүргізіп отыру, сөйтіп малының біркелкі сырғуына мүмкіндік туғызу өзі бір өнер сияқты көрінді. Салғанына апасының мақтауына да ие болды.
жігіт болып кәдеге жарағаннан айналдым, сол дейді апасы екі өгіздің басынан кәмеле ие болып. Малас үйреткеннің ұлына айналып толған. Мұндай сәттерде Қайырғали, мейлінше жаман жүргізе бейт, мені неге көрмейсіз дегендей қамқорды апасы айналып толған сайын жалдақ қарап қояды. Мынаны қарашы, Қайырғали жігіт болып қалыпты ғой, Қанипаның қолын ұзарғаны ғой бұл деп, оны да сергек сезімді ана оның көңілін баулап біраз мақтап тастайды. Осы бір жолы үн мала басындағы екі баланың өз істеріне шабыттандыра түседі. Әрқайсысында өз өгіздерінің дұрыс жүргісі ананың мақтауына көбірек ие болады. Ертерек есуге ер жетуге талпыну бар, бірақ қанша ұмтылғанмен өзгеріссіз бір қалыптық итпек жүріс екі баланы да тез тойдырып тастаған еді. Күн көтерілген сайын аяқтары ілгері басуға ерінгенде шау тарта бастаған өгіздердің ұрғылай қаралары далада. Ырғақтай қажыған қос тағымдықты ду-ду етіп ашып қоя береді. Алғашқы екпіндегі шыққан шу-шу деген балаң дауысы реңді самарқау тартып, шабан өгіздердің біріне аяқ алыстарымен ағаш малының бір қалпы ұзын сонар сықырына ілесіп анда-санда бір естіледі. Мұндай істің өнімі де шамалы. Жас балалардың аянышты халін ет жүрегін ерген ана сезетін еді. Бірақ ол үнсіз болатын. Қалай болғанда да жұрт тоқтауға болмайды. Екі бала да алғашқы құмартың енді қалай орындауға тиісті мінетке айналғанын сезген тәрізді. Қанша қиналып жатса да, шаршаса да, балалық танытпай алға жылжи берді. Осылайша түс болады, осылайша кеш болады. Қамқордың өзіне бекітілген екі өгізі бар. Бірі кер жайдақ атанған сынық мүзді жайдаған кер өгіз. Жүрде қашанда дым құрғанша қамшы салдырмай емпеңдеп отырады. Екіншісі тарғыл қасқа өгіз шабан. Мың салсаң бір баспастың өзі, бірақ орасан күшті. Басқа өгіздердің аузына сілекей шұбырып, бүйірі соғып, ілгері киген солқылдап, сіресі қатып отауға шамасы келмей қалғанда, тарғыл қасқаның дарғадай мүйізін шайқап қойып түк көрметтірмедей аяқ астындағы көк балаусаны тілмен орап, сыпырып жармап жатады. Тарғыл қасқа өзінің көкаял шабандағында арқасында таяқты басқалардан екі есе артық жегенмен басы артық жүріске келгенде өзгелерден соншалықты кем қалады. Қамқорда түскі үзілісте кешке ауылға қайтқанда шабан тарғыл қасқа жоламай үнемі кер жайдаққа мінеді. Жануар атша жөнелетін тұғын. Әсіресе ауылға қарай жүргенін көрсең, әукесі салғақтап, мұрны шуылдап, өң-өң етіп жорыққанда алдына жан салмайды. Осыған орай Қамқорда ауылға жұрттан бұрын келді. Бүгін де ауылға жұрттан бұрын жеткен болатын. Ауылда қалған бір жан шеттегі қалампыр кемпірдің үйіне жиналыпты. Бұлар несі дегендей елегізе қараған ол үй ішін әлдекімнің жылаған даусын естіді. Сол-ақ екен, солай қарай жүгірді. Ол кезде пішеншілердің алдынан шыққан еді. Мұңқыш ағам өліпті, немістер өлтірді дейді. Үйге тақай берген Қамқорға Шарапханның кенже інісі, ағасынан айнымай қалған шорт маңдайын кішкене қара бала аузын томпайтып. Тырнақтай бала екеш бала да ауылға келген қайғы салмағын сезетін сияқты. Қабағы тұншап кеткен. Қаттырақ бірдеңе десең жылап жібергелі тұр. Қамқор есік алдына жүрген ауылдың жалаң бұттарын ағыстыра Мұқаштың кішкене жатаған қараша үйіне енді. Өз төсегінде отырған қалампыр кемпірдің сұйылтқан аппақ қысқа шашы қобырайып жалбырап кеткен екен. Бет-аузы белундендіріп жолдақтап тастаған тырнақ іздері жосылып жатыр. Қазір өзі үн-түнсіз момақан отыр. Тек жұртқа үрке жаудырай қарайды. Бейне үстінен төніп келе жатқан бүркіттің қанаттарының сусылын естіп, қорқыныштан үрейді дәрмені кетіп, туралаған ажалдан еш жан Қамқор таба алмай бір орында қыбыжықтаған қоян тәрізді отыр. Қамқор енді бір сәтке кемпірдің айғыздаған бет-аузын жыбырлап бара жатқанын аңғарды. Сол-ақ екен, жаңағы үрейге толы жанарын жанығып, тура әлгі қапаның үйінің сүзеген айқаба қасқа бұқасының сөзіне шатынап, Қамқордың өңімен өткізе шаншыла қарады. Қамқор сасқанның алдына отырған әйелдің артына бұқа қойды. Сөйткенше болмай қайғы басқан қараша үйді селк еткізген жарғыршақ дауысы есіркі күлкі естілген болатын. Қамқорға қалампыр кемпір бейне өзін қорыққан әдейі мадақтап күліп жатқандай болды. Ахахахаха, Мұқаш өлді дейді. Ахахаха, өлуші ме еді менің ботам? Ехехехе, Мұқаш өлді. Ахахахаха деп күледі. Қамқор басын көтерді. Қалампыр кемпір шалқайтып күліп жатыр, ал өзін ұстаған кісілер құшағынан босануға жұлқынып жатыр екен. Астафиралла, қалампыр не болды саған, сабыр етші болды. Басып айтып тоқтатпақ болған төрде отырған Айдардың атасы сөзін айдалаға кетті. Кемпір енді осы шалдың сөзін мазақтағандай қан бетін жалаңдата қисалаңдатып, сұқ қолымен оны нұқи көрсетіп қиқылдай күлді. Сосын әлденеге залаңғаны тісін сақылдатып айбат шекті. Әлден уақытта бірден есіне түскенде әлгі елеуреген қалпынан сылқ түсіп мойнын ішіне алып шөкесінен отырып қалды. Қанын ішіне тартып алған. Жырымдалған өңі сұп-сұр.
қамқорға мына кемпірдің шытынаған екі көзі енді болмаса ұясынан ытып шығып, ана өзі тезде қарап отырған тозығы жеткен басқұрдың айшықты өрнегінің біріне сарт ете қалардай боп көрінген еді. Күнде көзін көрген сайын, әй жаман неме, біздің үйге неге келмей жүрсің? Мұқашжанға жинап жүрген майым бар еді, кел содан ауыз тиіп кетпейсің бе? Өй, Қайыпжанға қататпаған күшіктеп жегіп алып, іле, ой айналайын, сол Қайыпжанның көзі ғой деп айланып толғанатын мейірбан ананың мына да адам шошырлық түскен сескенетін еді. Сытылып сыртқа шығып кетті. Қамқор шай үстіне апасының қалампырды кемпірдің жынынан кеткенін естіді. Қамқор сау-сау адамның аяқ асты қалай жынданғанына ой жеткізе алмай қойса, Мұқаштың қалай өлгенін де солай түсінбей-ақ қойды. Ол ауылдағы таңдаулы көкбажы еді. Мұқаш көкпарды тақымына бір басса, одан екі аяқты бір басты пенде жұлып ала алмайды, деп ауыл жігіттерінің талай аузынан су құрай әңгіме еткенін естіген-ді. Осындай қарулы жігітті немістердің алдымен қалай тез өлтіре қойғанын қайран. Сөйтіп жүргенде араға ай түспей-ақ бір-біріне жағаласа Айдардың әкесінен, Малдыбайдың тәтесінен, Сапарбектің ағасынан қара қағаздар келді. Онымен де тынбады. Азаматтық соғыс хабарлары қайға қарқалаған қара қағаздар үзік-созық келе бастады. Ауыр бейнетке арқасын тосып көнбеспен күн кешкен ауыл енді азаматтарының азасын жұтынып, жарын жоқтаған жаны жарылар жесірлердің жоқтауымен, мұңын шыққан аналардың зары күнмен батырып, үмітпен таңын атырған еді. Қамқор соғыс деген пәленің өз ұғымындағыдай бар ұлан бағын ашып батыр атандыратын дүние емес, адамды күштен күштісіне, үлкен кішісіне қарамай талғамай, таламай жұта беретін тажал екенін ұға бастады. Осындай шындықты ұштығына іле ғой, ақиқат екенін сезіну ол менің көкемде өлтіреді-ау деген үрейлі ой нересін қалтыратып жіберді. Көзіне жас іркілетін болды. Өзінің бір кездегі шіркін-ай, көкем соғысқа барса ғой деп армандаған ақымақтығына опық жей бастаған еді. Оңаша қалған сәттерде апасынша Құдайға жалбарынып, көкесінің аман келуін тілейтінді шығарды. Ауылдың бір шетіне дауыс қаққан әйел үн шықса, бүкіл жан сонда ұмтылады. Ойбай, бауырымдау дауыс көтереді. Бұрын ара-тұра ауылда біреу шетінегенде, ой бауырымдау, ауылдастардың қазалы болған қаралы үйінің қайғысына ортақтастық білдірген, соны бөліскен ағайындық ынтымақ тұтастығын танытса, қазіргі ой бауырымдау жесірлердің мұңлысын шерін төгіп аһ ұру еді. Осы бір зарлы үндерді азалы жандардың аждаһа соғысқа деген лағынет қарғыс жатар еді. Сүйінші, сүйіншілеп айқайлаған бір дауыс жиналған жұрт селк еткізді. Көптен бері жан қуантар жақсы хабар бәрін ести алмай томсырған құлақтар сүйіншілеген сүйкімді дауысқа елең қалды. Я Құдай бере гөр, Ақсарбас, Ақсарбас, кім болсаң да даусынан айналайын сүйіншілеген. Сүйіншіңді еститін күн бар екен-ау. Тоқтаңдаршы, дабырламай, кім келді дейді, япыр-ай, ести алмадым. Соғыстан біреу келді дейді, кім болса да келсінші айналайын. Жаным-ау, әлгі сиыршы Қоғабай шалдың баласы ғой мынау. Жұрт дабыры басылмай-ақ құлай тайын ентіктіріп далтақтай шапқан Қоғабайдың баласы да жетті. Қамқор әнеукүні жоғалған сиырымызды іздеп жүрміз деп әкесімен бірге келіп, өзеннің үйінен шай ішіп кеткен қалған құлақ жұқалтақ қара лез қара баланы бірден таныды. Сүйінші, сүйінші, Шәріп ағам келді, сүйінші деді ол ентігін баса алмай. Жұрт тағы да шулап жатты. Жан-жақтан жамырай сұрап, Шәріптің қайда, қалай келе жатқанын зорға білді. Ауыл адамдары ортасында тұрған Базаргүл кемпірді бір жылап бір күледі. Құдай-ау, шынымен көз жасымды көрдім бе деп күбірлей береді. Бұл Шәріптің шешесі Базаргүл әжей. Оған ауыл әйелдері әжейді ортаға алып жатыр. Сөйткенше шеткірірек тұрған біреу, әне көрінді, келе жатыр деп айқайлады. Арбаның ақ боз қыранынан түйе жеккен арбалы көрінді. Ауыл адамдары тайлы-таяғы қаламастан солай қарай лап қойды. Ет қызығы жайында қалды. Ауыл адамдары тақай бер арбадан біреу қарғып түсіп өзіне қарай жапа-тармағай жүгіріп келе жатқан жұртқа қарсы қарай жүрді. Ұмар-жұмар жеткен көпшілік қарай жолдың үстінде өзіне біртүрлі күлімдеп жаудырай қарап тұрған жас жігітке жете беріп іркіліп қалды. Бұл тұрған өздері білетін, өздері көрсе құмартып жүрген Шәрібі емес. Шәріпті Қамқор да жақсы біледі. Ауылдағы жалғыз домбырашы жігіт еді. Ойын-тойда үлкендер жағы Шәріпті әдейі шақыртып алып күй тарттыратын. Шәріпті ауылдастарына ерекше етіп көрсеткен әлі де ер адамның көзі үйренбеген әскери киімімен өзінің жүдеулігі ғана емес, иығынан сәл дөме шорт кесілген оң қолы болатын. Я, Шәріп соғыстан шолақ болып оралған еді. Япыр-ай, Шәріп аға енді домбыраны қалай тартады? Қамқордың басына келген алғашқы ой осы болды. Тап осын сезгенде қайтейін, менде қандай жазық бар дегенде ішінде оң қол жоқ бос жең-жел дедек қағып болған етеді. Осы кезде Базаргүл әжей де жеткен еді. Қоңыр қозым-ау, жеттім бе аман-есен деп аңырап келіп баласына бас салды. Шәріпбек жалғыз сол қолымен анасын ебедейсіздеу құшақтап егіле жылады. Қамқор тұңғыш рет ер адамның әйелдер құсап жылағанын көрді, бірақ кінәламады. Ауыл әйелдері Шәріпті қоршап алды. Бірінен ажыратып бір алып құшақтайды. Кезекпе-кезек көрісіп жатыр. Күйеуі өлген жесірлер зарын айтып мұңдаса да, қан көңіл ана
көрмедің бе, бөлмедің бе менің құлынымды деп балаларын, ал келіншектер ажал-жарларын амандықтарын сұрайды. Әйелдер құшағына босаған Шәріп өзін күтіп тұрған ауыл ақсақалдарына барып сәлемдесті. әрқайсының жеке-жеке қолын алып хал-жағдайларын сұрады. Ақсақалдар жағы туған топырағына аман-есен келгеніне құтты болсын айтты. Шәріп ауыл балаларына бір-бірден бауырына қысып маңдайларынан сүйді. Алғашқы кезде анасымен ауыл адамдарымен табысы мауқын басқандай болған Шәріп алабұртып әлдебіреуді іздеумен болған. Міне, қазір де жоқ жоғалтқан адамдай алаңдап, өзі де сол адамды іздеп тұр. Өзіне өзі келгендей болғанда жұрт оның кімді іздеп тұрғанын білді. Шәріп Жәмила деген қызбен сөз байласып, әне той жасаймыз, міне той жасаймыз деп жүргенде ойларына жете алмай майданға кеткен. Сол Жәмила биыл көктемде ауданнан келген бір өкілмен көңіл қосып кетіп қалғанда, ер жігіттің жаман хабарды естімей жатып жеңілтек жасаған қызға жұрт теріс қараған. Не жайды баршасы білсе де ешкім жақ ашпады. Не десін, бір сұмдықты сезгенде Шәріп те тіс жармады. Жұрт енді ауылға қарай беттеді. Тарғыл тайыншаның еті Шәріптің тойына асылды. Сүйіншіге алған Базаргүлдің қасқа сиырын жетелеп Қоғабайдың баласы ауылына қарай кетіп бара жатты. Шәріп соғыстан тірі оралған алғашқы адам еді бұл ауылға. Қамқор сыртқа шыққанда күздің әдеткі соңғы салқын күннің бірі еді. Бұл оның өгізден қулап бұғанасынан шығып алған бергі далаға бірінші шығуы. Аспан ашық көрінгенмен соны терістік жақ көкжиекті көмкере шөккен қорғасын түстес қою бұлттар шығысқа қарай бір қауым жерді ала тұтасып жатыр екен. Қош-қош жапақтар тасты заңғар таудың ерекше біткен сілеміне ұқсайды. Расында да жер жағдайын білмейтін тосып-жан тау екен деп қаларлықтай. Бұл өңірде тау түгілі көзге керек түсер биік төбенің жоқтығы жақсы білінетін. Қамқор мұның бұлттар үйіндісі екенін жазбай таныды. Және де оны көкке өрлеген ұшар басы күн сәулесімен ақ жемденіп, өзінің тас жапырақтары емес, кәдімгі бұлт екенін танып желмен түтіліп шуланып бастаған еді. Осыдан сәл жоғары көк төсіне өрлей әлгі бұлт шоғырының енісіне алып жеке бөлініп шыққан ақшыл күлгін түсті қазбауыр бұлт тізіліп жатты. Бейне өзінің үйіне ыстала-ыстала тозығы жетіп, әр жерде үдіреп, тесіле бастаған ақ текемет тәрізді. Қамқор әлдене күткенде есік алдына біраз тұрды. Ауыл адамдарының бәрі де жұмысқа кетіпті. Ауылда ешкім қалмаған сияқты. Жұмысқа жарамайтын кішкентай жалаңбұт қулар әлі үйде ұйықтап жатқан болу керек. Шеткі үйлердің жер ошағына от жанып жатыр. Қақпаға жаулық үлкен қара қазан үстінде құрт қайнап жатқан маңайына хабарлап тұрғандай. Өйткені ол кезде мұндай ірі қазанға құрттан басқа қайнатар ештеме болмайтын. Құрттың алғашқы ащы ақ көбігі кетіп пісер алдындағы бетіне бөліп шығар ашқылты майлы ақ кілегей жалау ауыл балаларының аузының суын ағызар іңкәр дүниесі еді. Құрт қайнатылып жатқанын сезгенде Қамқор да тамсана жұтынып қойды. Енді сәлден кейін одан әрі тұра беруге төзімі жетпегендей солай қарай беттеді. Түндіктері әлі ашылмаған тек есіктеріне бақан салынған бір-біріне ұқсаған киіз үйлерді жағалап келе жатып Қамқор қалт тұра қалды. Орта тұстағы сүйегі уақ туылығы күнге күйе қара құмырға айналған шағын қараша үйде домбыра үнін естіген еді. Шәріптің үйі, япыр-ау, ол шолақ қолмен домбыраны қалай тартады? Әлде үйіне біреу келмеген? Осы ойлар құшағында Қамқор енді солай қарай бұрылды. Бірақ баса көктеп кіруге батыл жетпей әуелі босағада тесіктен сығалады. Үйде бөтен ешкім жоқ. Төр алдында Шәріп отыр. Қамқор өз көзіне өзі сенбеді. Жанға ұстатпайтын кең шынақты қара домбырасын Шәріптің өзі тартып отырғанын көрді. Сол аяғын созып жіберді. Жерге тірелген қара домбыраға шанағының түбін оң аяғының тақымдағындай демей басып, бас башпайымен қос шекті қағып отыр. Ал өзі домбыраның үстіне төне тұнқыжып алыпты. Жүзі көрінбейді. Қою қара шашы төмен сусып түсіп, иесінің жан дүниесін аңғартқандай бояу толқи береді. Оң қолының бос жеңі ортасынан бүктеліп оң тізесіне асылып жатыр. Бейне өзін киген қолдың бір кезде осынау қос шектің өзін ырқына көндіріп, безек қақтырғанын еске алып мұңдана ойланып жатқан сияқты. Шарап зарлы бір әуенді тартып отыр. Анда-санда қара домбыра жоқ, қара домбыра емес-ау. Соның сонау кең шағына жасырып алған әлдебір қайғылы шал еңкейіп дыбыс шығарып жылап қоятын секілді Қамқорға бой тітіркеніп кетті. Неге екені белгісіз оған осынау көрініс біртүрлі үрейлі көрінді. Әлгіндегідей домбыраны қам көңілмен қайғылы шал жылаған сәттерде Шәріптің де екі қағып бүлкілдеп басып кілеңшең ететін тәрізді. Бір кезде домбыраның қыл мойнында сайрандап жүрген Шәріптің сол қолының салалы саусақтары лекітіп жүрген екпінді кілт тоқтатты да бейне астыңғы шектің үстімен сырғанағандай сағаққа қарай жүйткіді. Үкінімен жаман иттің құлағындай жалбаңдап тұрған бас жайына ішіне ауыр соққы тиген адамдай тұжырым ете қалды. Ебедейсіз баспай іліп кетіп ме домбыраның астыңғы шең тырс етіп үзіліп кетті. Араша үйдің ішін тыныштық басты. Шәріп үзілген шекті жалғауға әрекеттенбеді. Тек бәріне кінәлі қара домбырадай-ақ соны сол қолының салалы саусақтарымен қыл мойнынан қылғындыра ұстап, шанағымен жер тіреп отырғандай болды.
мұңды кейікпен қою шашын жабырына басын шекелеген домбыраға сүйеді. Қамқор Шәріпті жылағып отырғанын көрді. Үнсіз егіле жылайды. Жанарынан лықсып төгілген жас тамшылары бір ізбен ақырын сырғып түсіп домбыра шанағына тырс-тырс тамады. Неге жылап отыр екен? Осынау өз сүйген өмірдің өнегін көңілінен шығара көрікті етіп беруге кемістік жасаған қолының жоқтығына налый ма екен ер жігіт? Әлде сонау өмір мен өлім белдескен сұрапыл соғыста сондағы қыршына қиылған жолдастары есіне түсті ме? Әлде оралына күтпей опасыздық жасап бөгде біреуге тұрмысқа шығып кеткен сүйіктісі Жәмиласы еске алды ма? Неге қамықты екен? Қамқордың онда жұмысы да болған жоқ. Ол тек алдындағы керемет жігітті кембағал еткен соғыс екенін білді. Соғыстың барғанда құртатын, құртқаны қалған осылай кеміс етіп жіберетіндігін, сұмдық екенін сезді. Домбыраны тартқанда өзге дүниені ұмытып, шанақтан шыққан шамыр үннің шылқытып жіберер сиқырлы әуенмен бірге толқып, бірге тербетіліп, осынау сырбаз күйші жігітті осындай күйге түсіріп, қор еткен сұм соғысқа сәби жүрегі лағнет айтты. Осы сәт Шәріпті керемет аяп кетті. Көзіне жас үйірілді. Ағатайым, жыламашы, сізді күйді әлі де жақсы тартасыз. Сізді ешкімде шолақ демейді. Жыламашы ағатай деп оятқысы келді, құшақтағысы келді. Бірақ егіліп отырған жігіттің үстіне кіруге батылы бармады, ыңғайын таппады. Сәлден кейін сыртта тұра берудің есебін таба алмай өз үйіне қайта қайтты. Ауыздың суын ағызған құрттың бетіндегі ашқылтым майлы ақ кілегейдей жайына қалды. Бүгінде балалар бұрынғысынша ауылдан сәл ошақтау салынған жаңа мектепте сабақ оқып жатқан. Бір кезде қамқорлар оқитын класқа ол осы күзде тұңғыш рет мектеп есігін ашқан болатын. Осы мектептің пешіне от жағатын отыншысы Қаржаубай шал кіріп келді. Жайшылықта балалармен ойнап күлдіріп жүретін қуақы шалдың қабағы жауырдай күндей түнеріп кетіпті. Сырттан біреу кірсе сәлемдесудің орнына орындарынан жамар-тарбағай тұрған балалардың бұл жолғы өзіне арналған құрметіне де көңіл аударған жоқ. Шырағым, аз уақытқа мұнда шығып кетші деп мұғалиманы сыртқа шақырды. Мұғалима апа ештеменің мәнісін түсінбей тек сабағының үзілгеніне деген кейістігін қабағымен танытып түрегеліп тұрған шәкірттеріне отыра беріңдер деген белгі берді де өзі Қаржаубай шалдың соңынан ілесті. Апай класқа қабағын түсіп ауыр ой құшағында оралды. Не болды апай дегендей өзіне үнсіз жаудыраған осынау балдырғандағы не дерін білмей астыңғы ернін тістелей класс журналын парақтап сәл тұрып қалды. Қамқор, шырағым, деді кішкене соң дауыста дірілді және апаң шақырып жатқан көрінеді. Үйіңе кісі келіпті, бара ғой. Апасының қандай жағдай болса да өзін мектепке шақыртпайтынын білетін Қамқор бір жамандықты сезгендей барғысы келмеген ыңғай танытып татқыншақтай қалды. Мұғалимасы, бара ғой деп үстемелеп жіберген соң амалсыз сыртқа шықты. Балалар, деді мұғалім ауыр күрсініп. Қамқор шығып кеткен соң біраздан кейін Қамқордың папасынан қара қағаз келіпті деді. Балалар ұстазына жаудырай қарады. Сәби жүректер ауылға келген тағы бір ауыр қайғысының салмағын сезіп мұғалімға жалқая қарады. Кей жанарларында жас үйіліп, кей таңдауларында жиі татқылай бастады. Сабақ жалғасып кетті. Кішкене десін класта мұғалима үн бұзар бөтен дыбыс болған да жоқ. Бұл кезде Қамқор Қаржаубай шалдың жетегінде үйіне тақап қалған еді. Қамқор өз ойымен әуре. Япыр-ау, апасы не болса да сабағынан қалдырмауға жанын салатын еді ғой. Бүгін не болған? Неге шақырды екен? Мына шалдан манадан класстан шығысымен апамын бірдеме болып қалды ма деген қауіппен. Апам аман ба өзі деп сұраған. Аман шырағым, аман деп Қаржаубай қарт қыбың шыққан еді. Сонда да Қамқор оның даусындағы жарықтан тірілден анық аңғарған. Бірақ мына шалдың неге бүйтіп келе жатқанын түсінбеді. Қамқор тақай келе өз үйіне жылаған әйелдің даусын естіді. Бәсе, апама бірдеңе болған екен ғой деп ойлаған ол Қаржаубайдың қолынан жұлқына босанып үйге қарай ұшты. Ол кіріп келгенде үй толы адамды өзіне аяй мүсіркей қараған жасы жиналарын көріп қалт тұрып қалды. Апа деп жанұшыра айқай салды. Сол-ақ екен, көкеңнен айырылып қалдық қой ботам-ай деп жанарындағы бір әйел көрісіп деп бас салды. Көкеңнен айырылғандығы несі? Қамқор жөпелемей ештеме түсіне алмай дал болды. Тек анасының құшағында еніп оның көкеңнен айырылып жетім бала жесір қатын атанғандық қой құлыным-ау деген зарлы үннің даусын естігенде ғана көкең өлді деген суық ой денесін қарып өтті. Жоқ, мүмкін емес, өтірік айтады, көкем өлген жоқ. Жыламашы, мыналар өтірік айтады, апатай, жыламашы, көкем өлген жоқ. Қамқор апасының кішкентай қолымен қапсыра құшып жалына үн қатты. Жар күйігі, жар қайғысы жанын жеп, көкірегін шер толған ана өзін-өзі тежей алмады, басыла алмады. Жұрттың мұңын шағып зарлай берген егіле берді. Қойшы, айғайынша, сабыр етші, жыламашы, мынау жалғызың ғой, ғұмырын тіле. Қамқор, айналайын, сен де жылама, деді. Осы кезде біреу келіп базы айтып. Қамқор апасынан аяған еді. Енді біреу Қамқорды басынан сипап арқасынан қақты. Қамқор Шәріпті таныды. Соңғы кезде бауыр басып өзінің туған ағасындай болған Шәріпті көргенде Қамқордың көңілі тіпті босады. Егіле жылап оны құшақтай алды. Шәріп аға, айтшы,
мыналарға: көкем өлген жоқ қой, немістер оны өлтіре алмайды ғой, айтшы аға, мыналар өтірік айтады деші, ағатай, айтшы, өтірік деші. Өксікке толы қамқордың жалынышты даусы жұрттың бәрін жылатты. Әлдене тамағына тіреліп қалғандай: айналайын, өтірік, мыналар өтірік айтады, көкең өлген жоқ дегені Шәріптің үзіп-үзіп зорға айтты. жалғыз қолымен қамқордың бауырына тартып аймалай берді. Ауыл тірлігі өз арнасында алға жылжи берді. Арада 2-3 жылда өтіп зымырап, жұрт дүркіреп тұрып жеңіс тойын тойлады. Сол тойда Шәріптің баяғы зарлы күй тартып ашпаймын. Бұл кезде ол бұлай тартуға үйреніп қалған кез еді. Ауыл адамдары оның әжептәуір машықтанып қалғанына таң қалды. Қайғылы күй ботасы өлген ауырындай ыңырси боздап, оған баяғы шынашақтағы көмкөл шалдың еңкек етіп жылағаны қосылғанда, тыңдаушылар да қоса егілді. Көкірегін шер жайлап, қабырғасын қайысқан қаралы жандардың кейбірі дауыстарын шығарып өксіп-өксіп жылап алды. Енді қайтсын, сонау отты күндері ел қорғауға осы бір елді шағын ғана ауылдан аттаған 18 боздақтың мына Шәріптен басқасы сұм болармады ғой ошағына. Бірақ амал жоқ. Сұм соғыс соған мәжбүр еткен соң, азаматынан айырылған ауыл күле жүріп күрсініп, күңірене жүріп күліп, ақыры тіршілік заңына мойын ұсынды. Жылдағыдай май айының аяғы ала тағы да шөп науқаны басталды. Балалар бұрынғысынша мал басына мініп, өгіз жетелесе, әйелдер айырылып шөмеле салады. Қарттар ораққа отырып шөп шақты. Тек жалғыз өзгеріс Сейдахмет қарттың орнына Шәріп бригадир болды. 3-ші класста ойдағыдай бітірген қамқор биыл да шөп науқаны араласып жүр. Көкем өлген жоқ, келеді деген үміт таяғы да мұқала-мұқала тіреншіктен қалған тәрізді. Бірақ ол сол таяқтан әлі де болса айырылар емес. Көкесі жайлы әңгіме қозғалса, менің көкем өлген жоқ, келеді деп кесіп тастайды. Бала сенімен басқысы келсе де, ағайын оған ештеңе демейді. Қайда қашар дейсің, уақыт ұзақ мойындатар әлі деп жүр. Қалай болғанда да ол шамасы келгенше қарсыласып бақты. Бәлкім бұл жас жүректің өзі үшін теңдесі жоқ тым қымбат есімі тірілер қатарынан бір жола өшіріп тастауға көнбеген бұлқынысы шығар. Бәлкім бұл жетімек деген жағымсыз сөзі күні бұрын естімеуге жасаған әлсіз қарсылығы болар. Әйтеуір ол өзі жүрген жерде көкесін өлді есепкізбейді. Сол күнінде жауын болды. Шөп шабу науқанының аяқталып қалған шағы еді бұл. Бұл кезде ойынның еншісіне балаларды бір жола босатып, бірер құдіретті де осы жауының болатын. Сол құдіреттің құрметіне бөлінген ауыл балалары ұлы сәскеден бері ойын қызығына алаңсыз беріліп, одан шетінде дауылдатып жүрген. Құрбыларымен бірге жүгіріп шетінде жүрген қамқор аяғына шыныға кестіріп алды. Тезірек байлап алып, ойынға қайта кірісу үшін шошайдай басып үйіне жүгірді. Жете бере әлгі жаралы жеріне әлдене кіріп кетіп қақсап қоя берді де, үйге енуге тәжім жетпеген ол секеңдеп бірер ырғып үй іргесіне отырып қалып табанына үңілді. Көзелмел иненің үлкендігіндей шөп жараны аузына ілініп тұр. Қамқор оны еппен алды, лақтырып жіберді. Әлгі шөп тікен орнына денедегі бөртіктей лықсып көтерілген қан түйіршігі көрінді. Шыны тілген жерден шамалықтай шыққан қан жара аузынан пышақ сырты көтеріліп кебісіріп үйіп қалыпты. Қамбал сораналы тұржия бір қарап алды да саусағымен еппеп басып көрді. Онша ауырмайтын сияқты. Осы сәт үйден сылқылтай күлген әйел даусы естілді. Апасының даусы. Апасының бұлай рахаттана күлгенін естімегелі қашан. Ол елең ете қалды. Орнынан ұшып тұрып басығы есікке беттеді. Бірақ кірмеді. Әлденеден сезіктенгендей елеңдеп кідіріп қалды. Ол үйден өз үйіне бөтен еркек даусын естіген еді. Оның денесі мұздап қоя берді. Әлдебір белгісіз күш жігері сағымдай ұстап қысып-қысып жібергендей кеудесі шаншып кетті. Тынысы тарылып, бейне ауа жетпегендей жалпақ танауын желбезей делдиіп ентіккендей болды. Әлгі күлкі қайта шықты. Сұм соғыс ойыннан басқа түк білмес қамқорға оның құрбыларына мұндай күлкінің сынынан ете түсіндірген. О, қамқор мұндай күлкіні сан естіген, бірақ апасын естемін деп ойлап па ол? Соңғы кезде керегі жоқ деген жалғыз ауыз сөзбен мән бермей ысырап сап жүрген апасының аузынан естігені: Қамқоржан-ау, бізге басқа бір көке тауып алмасақ болмас, деген сөздің сұмдығы да енді өзі танытып, атойлап шыға келгендей. Әлдене бір қорқыныш дауыс естіген оған: сенің өз көкең өлген, сенің енді өгей әкең болады деп сыбырлап жатқан тәрізді. Қамқор үйге қалай кірерін білмеді. Үйдегі екеуі сасып қалды. Дереу араларын алыстатты. Апасы жаулығын түзеді. Шәріп шолақ қолын тұқылы бос жеңді түріп қалды. Көкем тірі деді. Даусы дірілдеп булыға шықты. Шәріптің басы салбырап төмен түсіп кетті. Абыржыған апасы өзіне үрейлене қарайды. Көкем тірі, ол өлген жоқ. Қамқор бұл жолы апасына тура қарап нығарлап айтты. Бейне осыны ұмытпа, мәңгі есіне болсын деген адам сияқты. Қамқоржан-ау, деп авазы бірдеме дегілі келе жатыр еді. Қамқор апасы сөйлесе ойындағысын айта алмай қалатындай болып бұны сөйлетпей қойды. Шәріп аға, деді ол жаңағысынан да салмақты сөйлей, қазір кетіңіз. Жалпы бұл үйге енді келуші болмаңыз.
Шәріп не істерін білмей қипақтап Айғаншаға қарады. Шамасы бала айтты екен деп үйден солбырайып шыға бергісі жоқ. Жоқ, Қамқоржан, ол енді бұл үйден кетпейді, ол... Апа! Қамқор жанұшыра айқай салды. Оның апасынан аузынан шығып келе жатқан сұмдықты естігісі келмеді. Сондықтан да апасына үндетпей жоқ деп басын шайқап шегіншектей берді. Сол бетімен босағаға барып тірелді. Шық деді, сосын Шәріпке тура қалап. Шық, кет, айда, қу сорлау, оған не қыл дейсің, маған не істе дейсің, қурап қалған көкеңнің аруағы міне табаны күректей 3 жыл күттім, енді не істе дейсің, қу құдай, қу сорлы, бәрі сенің қамың емес пе? Айғанша жылап жіберді. Екі оттың ортасында қалғандай болып қипақтаған Шәріп енді отыра берудің керегі жоқ екенін түсінді. Сосын қаршадай болып қанын ішіне тартып босағада сұрланып тұрған Қамқорға бір, жаулығын ұшымен көзін түрткілеп отырған Айғаншаға бір қарап қалды да, қой мен кетейін, тағы да бірде келем деді. Келмейсің деді Қамқор жұлынып алғандай. Отыр, қайда барасың деді апасы өксігін басып. Қамқор апасына жалт қарады. Апасы болса орнынан тұрып өзіне жақындай берді. Әлдені айтпақсың Айбар. Онда сен де кет деді Қамқор көкайданып. Әй, мынау не дейді? Қаперімен не дерін білмей қалған апа ашу шақырды. Тайтара, маған кет дейтініне сен кім едің? Кім саған шешеңе қарап бақшауыңды үйретіп жүрген? Бар отыран араға. Ол Қамқорға жеке ұрсып қолынан тартты. Қамқор міз бақпады, қолын қағып жіберді. Өмірі ұлынан мұндай қазылықты көрмегендіктен бе, әлде қорқытып алайын деді ме? Айғанша сазарып тұрған ұлын тартып жіберді. Бұл оның баласының тұңғыш сабабы еді. Қамқор қашпады да, жасқанбады да. Тек мен анау үшін ұрып жатсың ба дегендей апасына жаудырай қарап көз жасын төгіп жіберді. Бұдан әріге Айғашаның өзі де шыдамай қу құдай-ау, не жаздым? Ол дауыс шығара жылап кеп баласын бауырына басты. Ал Қамқор анасының құшағына бұлқынып шығып сыртқа қарай есіктен бір-ақ қыртығады. Қамқор, айналайын, тоқташы деп ұмтыла түскен Айғаншаны Шәріп ұстап қалды. Қыстауға ене Айғанша төсек тартып жатып қалды. Жалғыз ұлының үсті жоғалуы жанына батқанына әсіресе соңғы күндер тіпті туралап қалған еді. Бақандай 17 күн, көрдім білдім деген біреу жоқ. Ізденмеген жер қалмады. Арғы шет ауданға дейін хабарланды. Суға кетіп қалды ма деген күдікпен ауыл адамдары бар үйдің ошағын жинап Қарасудың 2 рет сүзіп те шықты. Бірақ Қамқор табылмады. Аз күнде ап-сабы шығып ой сұрай жүдеген Айғаншаны байғұтыдан болмайтын шығар деп ауылдастары әңгіме қыла бастады. Осындай қират қажып үміт келе бастаған шақта бір құдіретті күш Айғаншаны төсектен жұлып алып бетіне қан жүгіртіп қазбастырды. Ол құдірет аты сүйінші деген жалғыз ауыз сөз болатын. Келін-ау, келін, сүйінші, балаң табылды. Бұл үйге айқайлай кірген Айдардың атасының дауысы. Айналайын, Атекай, тірі ме екен өзі? Айғанша кемеңсеп жылап жіберді. Тірі, айналайын, тірі, уайымдама. Тірі болғанда ғана тіпті оқып жүрген көрінеді. Жақсы көретін інісінің қайыптың жалғыз баласының аяқ астынан жоғалтып таптырмай кетуі қарттың да қабағына батырып, күн арасы ұзап бара жатқан соң амал жоқ, бұлар да өзгелер сияқты өлді ғой дегенді мойындап қатты күйзелген еді. Сонда да жаңа жоқ жерде Қамқор тірі екенін естіді. Қазір өзі балаша қуанып тұр. Қайда? Өзі келді ме? Айғанша шыдамсыздана тұрады. Жоқ, келген жоқ. Жаңа Қаржаубайдікі шақырған, сонда соға барғам. Әлгі Қызбелдегі жаңа құдылар келіпті. Сол айтты, ойда жоқта Есенжолдың қайыбының баласы сегінші ауылда бір үйден көрдім деп. Сосын келін шырағым әлгін естіген соң сені қуантайын деп осында жүгірдім ғой деп аптыға сөйлеген ақ көңіл ақсақал мәз болып келген білген үйіп төгіп жатыр. Дегенмен деймін-ау, келін өзі пәле, кімнің баласы деп сұрағанда әлгіні Қаржаубайдың құдасы Есенжолдың қайыбының баласымын депті. Көрдің бе, құтты үлкен адам сияқты. Келін шырағым, сен саспа, өзім барып алып келемін, ол жаман немені. О құдай-ай, сонау жер түбіне қалай барып жүр десе, әй оны қой, болма, тірі болса бір жерден тесіп шығады ол. Құдай біледі. Алайда қуанышын құшағына осылай сөйлеп қарттың ертесіне сағына мектебіне Қамқорды тауып алып табыстағандағы сөзі де үні де таза басқа еді. Ой, жұрт болмайтын неме, не қып жүрсің ей мұнда? Ойбай-ау, мұның қатын құсап үйден қашқан несі-ай? Ой, әке, сен ширек төмен туған күшік. Осы тұрған жеріне өріміңді шығарайын ба? Оған ұрса бастады. Ойда жоқта өз ауылдасының оның ішіне өзі күнде ойнап жүрген атаның көргенде бүкіл ауылды көргендей болып қана алаңсады. Ассалаумағалейкум ата деп алдынан жүгіріп пен Қамқорды дәл осылай қарсы алған-ды. Бірақ ақ көңіл қарттың онысы өткінші нөсер алдындағы дауыл сияқты ғұмыры қысқа кет ашу еді. Алдындағы мойны салбырап үзіле мұқап мұңайып тұрған баланы көргенде аяп кетті. Қайтейін, қу жалғыз. Жан келген соң айтып жатқаным ғой. Сені іздеп қанша мазапқа түстік. Шешең анау сенің күйіңді көтере алмай өлейін деп жатқаны. Кешегі астыңғысындағы қайыттың шаңырағы құл-түл қалды ма деп қорқып едім. Қарт күрт босап соңғы сөзін кемсеңдеп зорға айтты. Келші айналайын, атаңа өкпелеп қалды ма? Келші, бетінен сүйейін деп оны құшақтады. Ол Қамқорды бауырына тартқан бетте мейірлене иіскеп бетінен сүйді.
міне бөгде ауылда осылайша табысқан екеуі қазір өз ауылдарына беттеп келді. Түнде тағы қашып кетіп бәле шыққан бола ма деп алдыңдап ұйықтай алмаған қарт жолға ерте шыққан еді. Соның арқасында түске дейін жолдың денін жеңіп та тастады. Жолай ат шалдырып тамақтанып алуға үлгерді. Ауылға да енді онша қалған жоқ. Күні бойы өз білгені қысындағы жас серінің санасына қойып, енді үйінен қашып балалық жасамауға, ана тілін алуға оқытып келеді. Ақылы бар азамат ананы ренжітер ме? Осындай ана жүрегін жаралар ма? Ойлашы өзің. Сен балалықпен әлде қалай бір ашудың сойылып-соғып өз ұяңнан, өз анаңнан қаштың. Ал шешең байғұс сені ойлап ауру болды. Қазір анау құр сүлде төсекте жатқан сол. Айдардың атасы осыны дұрыс па өзің ойлап көрші дегендей әңгімені доғарып қасындағы Қамқорға барлай қарады. Ал Қамқор болса бүркілдей жортқан күреңнің сиыр құймышақтанып келген суырының көз алмай танауын қайта-қайта тартып үнсіз келеді. Көз алдында үйде жалғыз жапа шегіп отқан анасын елестетеді. Осы сәт анасын қатты сағынғанын сезді. Неге екені белгісіз жылағысы келді, бірақ жыламады. Астыңғы ернін ауырта тістеп сол баяғы танауын тартқылаған күйі үнсіз отыра берді. Арба үстінде тыныштық қайта орнады. Әркім өзінің ойымен. Міне ауылға да келдік дейді бір кезде Айдардың атасы, бейне өзімен өзі сөйлескендей болып. Даусында қуаныш бар. Енді кішкене соң үйде боламыз. Қане, жануарым, жүрсіңді ширата түс. Ол орнынан жүрегірей көтеріліп күрең атты қабырғалата болжымен қағып жіберді. Екі аяқ арбаны салдыр күлдір өткізе күрең ат жөнелді. Қамқор азығы сала көз тастады. Жалғыз көшелі өзіне таныс шағын ауылдар тұра алдында. Қыркүйектің қара суығына жондырған төсе бұлғай мүлгіп тұрған бәкелдек сағаман үйлер көзге біртүрлі ыстық жылы ұшырайды. Қамқорға бәрі таныс, бәрі шыны. Ана берешектегі сиыршы Сейітінің үйі. Одан арғысы Мәліктікі, одан әрі солай кете береді. Ол қазір тіпті анау бергі үйлердің тасасына көрінбей тұрған үйлерді де ой көзімен біліп келеді. Әлдене сезгенде атой салып бұлқынған жүрегі тынысы тарылып жібергендей алқынына дем алды. Сөйткенше болған жоқ, арба да өз үйінің алдына келіп тоқтады. Арбадан ширақ түскен Қамқор өз таныс кең дәлізбен өрлей өтіп ауыз үйдің есігін ашты. Іштен рахат жылы леп соқты. Үй іші кіші қараңғылықпен қара көлеңкелене бастаған. Ешкім көрінбеді. Аптыға кірер Қамқор алдынан әлдебір кедергі тірелгендей тұрып қалды. Алабұртқан албырт көңілін алдынан құлындап құрын ұшып шығатын апасын іздеген еді. Өз үйінен аңсап келген үйінен ешкім көрмеген бала көңілін құлазытып жіберді. Бұл кім иә келген? Қазандық артындағы қара көлеңкеден әлсіз үн естілді. Апасы. Қамқор осы бір үйде қай жерден қалай шықса да жазбай танымақ. Міне сол апасының даусы. Төтек татып жатыр-ау деді мағана Айдардың атасы. Апа. Қамқордың даусы дірілдеп ышқына шықты. О, құлыным. Булыға шыққан өсікті ана даусымен бірге аңғардағына жаулықта қоса көрінді. Ентелей ұмтылған Қамқор өзіне деп ашылған ана құшағына сүңгіп кетті. Құлыным, жалғызым, балам, апашым. Қапеліне айырылып қалсам да қайта табысқан ана мен бала тілі басқа сөзге келмейтін тәрізді. Қазіргі сәтте екі жүрек үнсіз түсініп бірін-бірін аймалап жатыр. Жанарлардан төгілген ыстық жас тамшылары осы бір жандардың сол бір күндерде шеккен қайғысы мен бейнетін жуып шайып өшіріп жатқан секілді болды.